бізге көрдіңдер ма міне? Қонаққа Маша келді. Так, Машаның себебін толтыруымыз керек. Так, бірінші сұрақ. Дәрігер қайда жұмыс істейді? Дәрігер емханада жұмыс істейді. Жарайсың, ана жерден ала ғой. Сосын жерге жазып Жарайсың. Так, дәрігер не істейді? Дәрігер емдейді. Так. Бақша, огород. Енді сендер менен кейін қайталайсыңдар. Пайдалы. Ағза. Дәрумен. Табиғи. Жемістер. Жидектер. Көкөністер. Бақша. Жақсы. Енді қазір природный витамин. Табиғи. Жақсы. Полезен организм. Ағзаға пайдалы. Так, жақсы. Как переводится? Алма, алмұрт, шие, ал, сәбіз, картоп, қызанақ, қызылша көкөністерге жатады. Табиғи дәрумендер ағзаға пайдалы. Табиғи дәрумен дегеніміз жеміс жидектер, көкөністер, қызанақ, алма, шие, сәбізде А дәрумені көп. Қызылша мен қызанақта В дәрумені бар. Лимон мен апельсинде С дәрумені бар. Жемістер бақта өседі. Фрукты растут где? В саду. Көкөністер бақшада өседі. Овощи растут. Так, бөлген әдісі бойынша сурет саламыз. Осы мәтіннің мазмұны бойынша. Зарина, сен оқы ғой. Жемістер, көкөністер. Жемістер, көкөністер деген тақырып қойды. Жарайсыңдар. Енді тақтаға қараймыз. Қазір біз мөр платформасында жеміс жидектерді екіге бөлеміз. Бақшада өседі, қайсы бақта өседі. Ал сәбіз қайда өседі? Қайда өседі? Бақшада өседі. Ал кел. Бақшада өседі.
ну-ка поменяйтесь местами. Ал орындарында ауыстырасыңдар. Жүзім дегенде, жүзімнен жүзім орнына ауыстырып түсіндіңдер ме? Так, жүзім. Жүзім. Алма. Бағалаймыз. Оцениваем друг друга. Қалай? Жақсы. Екінші топ. Так. Не слышу. Жақсы. Өте жақсы. Енді дәптермен жұмыс жасаймыз. Қазір мына жабыстырып аламыз. Көп нүктенің орнына әріпті қоямыз. Жабыстырамыз. Қазір бүгінгі күнді жазамыз. Бүгін нешесі? Бүгін нешесі? Какое число? Бүгін нешесі? Зарина, бүгін нешесі? Так. Қазір қай сабақ? Ауа райы қандай? Жақсы. Тамаша. Дәптерді ашып, бүгінгі күнді жазамыз. Мыналарды жаздырып, көп нүктенің орнына. Қандай тақырып өттік? Дәруменнің пайдасы. Повторяем. Дәруменнің пайдасы. Жақсы. Табиғи дәрумендер дегеніміз не? Дегеніміз жемістер. Так, енді кер байлаңыз. Қазір блок ағашы. На этой, смотрите, на этом дереве много людей. Кім өзін осы ағаштың қай жерінде тұрғанын бояймыз. Кто где находится на этом дереве? Бес, 6 балл, 5-6 баллов это 3, 3, 7-8 балл, 4, 9-10 балл, 5. Қазір сендерді бағалаймыз. Так, Арина, бүгін өте жақсы, 5. Так, Шакира бүгін 5. Оценка. 10. Так, Шакира? 10. Рима? 5. Алина? 4. Тамаша. Жақсы. Енді күнделікті ашамыз, үй жұмысын жазып аламыз. 15-ші бет, 4-ші тапсырма. 15-я страница, 4-е задание. Үй тапсырмасы